Кайырлы күн. Бүгүн сиздермен үй жагдайында жасалатын өтө оңай әрі дәмді торт пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, майонез, ұн, разрыхитель, какао қажет болады. Бисквитіне, ал креміне сливки пайдаландым. Бірінші жұмыртқаны ыдысқа жарып, үстінен бір кесе қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Үстінен бір 5 ас қасықтай майонез салып, оны да миксерлеп араластырамыз. Енді бұның үстінен електен өткізілген ұн, какао, разрыхитель қосамыз. Сіздер жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Желімтал, балалар сүйсін жейтін болады. Осылай ұнымызды араластырып, қатты қою болуға да болмайды, қатты сұйық болса да болмайды, орташа қылып араластырамыз. Сосын формамызға саламыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Формамызға салып, 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді сливкимізді бір ыдысқа құйып, таза ыдыс болу керек. Оның үстіне азырақ сгущенное молокомызды салып, қойылғанша араластырамыз. Мен бетіне азырақ шоколад ерітіп жақтым. Міне осылай шықты. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.